Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Ерлан Қабатай YouTube арнасы. Бүгін бізде қонақта жігіттер квартетінің әншісі Айдар Тұрғанбек. Құрметті көрермендер, сұхбатқа ұнаса лайк басып, пікіріңізді жаза кетеміз. Ең бастысы каналға жазыламыз. Алайке, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Біз енді мынау жалпы сізбен сұхбат алар кезде көптеген өзіміздің әлеуметтік желіге шығарған болатынбыз. Көргеніңізге өте қуаныштымыз. Жалпы енді әнші болғаннан кейін жалпы шығармашылығыңызда тыңнан не жаңалық болып жатыр? Квартетте не жаңалық жігіттер тобында? Біздің енді өздеріңіз білесіздер, қазір карантин уақытысы, сондықтан ауыз толтырып айтатын ешқандай жаңалық көріп тұрған жоқпыз. Өйткені бізде қазір концерт те жоқ, баратын банкеттер, гастрольдер жоқ. Сондықтан көбінесе қазір жігіттер тобы әрине біраз жаңа әндер жаздық, қазір бірақ оны ешқайда шығарған жоқпыз. Өйткені оны ешқайда шығаратын біріншіден концерттің жоғарыда өзім айтқандай концерт қазір болып жатқан жоқ, сондықтан оны ұстап отырмыз әзірге. Жеке шығармашылығымда сондай. Көбінесе енді қазіргі уақытта кәсіптер, өзімнің жеке кәсіптеріме, жігіттерде жеке кәсіптеріне өзінің сол айналысып жатыр. Көбінесе бірақ жігіттерге жазылған ән ол қазір өзіміздің қоржынымызда сақтаулы тұр. Ертең Құдай қаласа кішкене карантиннен көз ашылады деген сыбыс келсе, біз оны жарыққа шығарып бүкіл қазақ еліне таратамыз. Жақсы. Енді карантин деп отырсыз ғой, енді карантин былтырғы жылы карантин болды, өте қатты елімізде. Сол бүкіл кез келген салаға өте ауыр тиді. Енді көрермендердің пікірі, сахнада жүрген әншілердің біраз блогерлермен араласып, көптеген біз танитын әншілер, белгілі әншілер, біраз әншілер вайндер түсіп, сондай жолға бет бұрды әншілердің көбі. Соған деген өзінің пікіріңіз қандай? Енді мен өзім вайн түсіруге кішкене қарсым, қолымнан келмейді вайн түсіру, бірдеңе ойнау, бір қойылымды ойнау. Бірақ енді ешкімнің сын айта алмаймын, өйткені вайнер деген оның да жақсылар бар, адамға тәрбие беретін вайнер, жаңағыдай вайнер бар, рухани. Және де сонымен қатар солмен қарсылас адамды бұзатын да вайнерлер бар. Көптеген қазір шектен шыққан вайнерлер көп қой. Көптеген ұятсыз видеолар салатын, сондай ойнайтын деген сияқты. Ондаларға қарсымын. Біз енді қазір Ердос бауырымыз арасында жақсы рухани вайнерлер түсіріп жүр ғой. Оны енді құптаймыз. Әрбір нәрсе адамға былай қараймыз ғой, әрбір нәрсе адамға не істеп жатса да адамға пайда келтіру керек, зиян келтірмеу керек, не істесе де. Сондықтан әрине егер қолынан келіп жатса, рухани адамға пайда беретін видео түсіріп жатса, оның несі айып. Менің өзімнің қолымнан ол толып келмейді, сондықтан мен біреуге сын мүлдем жауап тастағым келіп тұрған жоқ, болмайды деп ол нәрсе. Көптеген бауырларымыз бар, әншілердің арасында да көптеген рухани вайнерлер түсіретін, соның өзінде және де блогерлер де бар, және де актерлер де бар. Сонымен қатар жаңағы өзім жоғарыда айтқандай көп арсыздықты насихаттайтын да вайнерлер бар. Оныға түбегейлі қарсымын. Жалпы сол көзқарасым екеу, жақсы, жаманы жаман. Егер жақсы бір пайдасы бар дүние болса, демек сіз қолдайсыз. Әрине, оның несі айып, адамға пайдасын, ананы тәрбиелеу, анаға деген құрмет, ата-анаға деген құрметті дамытатын, сондай бір ой салатын видеолар болатын болса, вайндар болатын болса, ол несі айып. Семьяны нығайтатын, бала-шағаларды қалай тәрбиелейтін, сондай ғой, жақсы, жаман. Жақсы, енді қазақтың даналық сөзі бар ғой, отан сүй иманнан, отбасынан басталады дейді. Жалпы отбасылық құндылық дейміз, оны қалай сіз түсінесіз? Отан отбасыдан басталады деген жақсы сөз бар. Отбасы ол жақсы болса, келешек ұрпақ жақсы болады. Отбасы қандай тәрбиелі өсетін болса, енді әйел мен күйеудің қарым-қатынасына байланысты. Солар жақсы болатын болса, бір-бірін сыйлайтын болса, бір-бірін құрметтейтін болса, кемшілігін кешіретін болса, әйел адам еркегінің бетінен алып тұрмайтын болса, ол отбасыдан керемет болашақ ұрпақтар шығады. Өйткені бала-шаға ол айтқанды жасамайды, ол көргенді көреді.
түсіндіңіз ба? Кейбір кезде өзімізді байқаймыз, кейбір кезде жағымсыз әдеттеріміз бар болатын болса, оны міндетті түрде балаларымыздан көреміз. Сол сияқты жақсы әдеттеріміз бар болатын болса, оны да балаларымыздан көреміз. Сол сияқты балдардың көзінше өте бір арсыз әрекеттерден, әдеттерден арылу керек. Және де балдарға барынша дұрыс тәрбиені іспен көрсету керек. Сонда жақсы ұрпақ шығады. Қазір қоғамда көріп жатырмыз көптеген ажырасулар, көптеген бөлінулер, бір-бірін түсінбеушіліктер көбейіп кеткен заман. Енді өкінішті. Ортада қалған балдарға да жанымыз ашып жатады. Енді бұлай қарайтын болсақ, мен ойлайтын едім, сол көбінесе мынау қоғамның болып жатқан интернет көп әйелдерді бұзады. Әйелді қарап отырсақ, интернетте Инстаграм желісі болсын, TikTok желісі болсын, жалпы әлеуметтік желіді алып қарайтын болсақ, бұл жерде әйел адамдар. Және де психолог адамдар да көбейіп кетті. Әйелдерде. Жақсысы бар, жаманы бар. Және біз құлағымыз шалып жатады, жаңа күйеуінің кейбір әрекеттеріне қарсы шық дегенде, бойсұнба дегенде әрекеттерін көріп жатырмыз. Не қыласың ондай күйеу деген сияқты. Жоқ, біздің ата-бабамыз қалай болды? Жақсы әйел күйеуін көрге сүйрейді, жаман әйел жақсы әйел еркегін төрге сүйрейді, жаман әйел көрге сүйрейді деген сияқты. Біздің ата-бабаларымыз қандай болды? Қандай күйеу қандай болмасын, жақсы жаман болмасын, оның жақсылығын асырып, жамандығын жасырып келіп, не деген тіпті ол арақ ішетін болса да, жаңағыдай ұрып соғатын болса да, одан керемет балдарды тәрбиелеп, соның бүкіл жамандығын жасырып келген аналарымыз болды, көрдіңіз ба? Сол сияқты сондай тәрбие көрген, сондай қазақтың жаңағыдай қазақи дәстүрге жаңағыдай өзі бойы сіңген сондай аналарымыз қазір жетіспей жатқанын көзіміз көріп жатыр. Оның бірі әрине еркектердің де көптеген қателіктер деп білеміз. Қазір әлеуметтік желі ғой, мен үнемі айтамын, әлеуметтік желі қазір отбасын көп бұзып жатыр. Көбісі қазір отбасын салып жатыр әлеуметтік желіге. Оны көріп жатқан машина сыйлап жатыр деген сияқты. Жаңағыдай үй сыйлап жатыр, оны әлеуметтік желіге салып жатыр. Оны әлеуметтік желіде көріп жатқан әйелдер міндетті түрде ой бұзылып жатыр. Соны күйеуінен талап етіп жатыр. Сондай сияқты мәселелер бір отбасын бұзып жіберуге де әрекет етеді. Енді бұл жерде бізде отбасылық туралы өте керемет айттыңыз. Енді бізде бұл жерде көрермендер өзіне дұрыс жағынан алады деп ойлаймыз. Барлығын керемет жақсы ой пікір айтылды. Енді қазіргі таңда аралас неке дейміз. Аралас неке деген бар. Өзге ұлттан тұрмысқа шығу қазақтың қызының, болмаса қазақ жігітінің өзге ұлттан қыз алуы. Араласқан неке деген пікіріңіз қандай? Жалпы қазақ ұлт болып жойылуына бір үлкен бір кішігірім кедергі ғой. Аралас неке, енді менің өзімнің ойымды айтайыншы енді. Тіпті әр ұлтқа үйленген жақсы болады. Өйткені менталитет деген бар, ол ұлт деген нәрсе бар, ру деген қазақта нәрсе бар. Одан кейін тіпті келетін болсақ, жергілікті енді араласты қойып, ұлтты қойып, жергілікті, мысалы, оңтүстіктен оңтүстік алған жақсы. Түсіңіз ба? Тіпті солтүстіктен солтүстік алған жақсы, шығыстан шығыс алған жақсы. Өйткені бұл әр жердің дәстүрі басқа болып келеді. Менталитет басқа болып келеді. Тіпті сөз әдебі басқа болып келеді. Біздің Шымкенттің сөзі мен батыстың сөзінің кейбір кезде кейбір сөздерін түсінбей қалып жатамыз. Сол сияқты дәстүрлерінде менталитет те келмей жатады. Түсіндіңіз ба? Сол сияқты мен үнемі айтып жүремін, әр өңір өзінің сіңісіп, бірге өсіп, бірге жаңағыдай сөз әдептері келісетін, іштеңе кейін үйленгеннен кейін тағы нәрсе үйретіп жүрмейтін өз жағынан алу керек. Ол тіпті енді аралас некеге келетін болсақ, мына басқа ұлт, тіпті мұсылман болса да, негізі қазаққа тек қызын берген дұрыс. Жаңағыдай түрік мұсылман болса да, түрік ләжбесі оған бермеген жақсы. Басқа ұлттан да, тіпті енді басқа дінден болса, ол тіпті болмайды біздің шариғатымызда. Оны шариғат тіпті қатал айыптайды ол нәрсені. Сондықтан ләжінің барынша біздің ата-бабаларымыз керемет осы ұстанған нәрселері бар.
бізде анау Сарыағаш жақта осы нәрсені де әлі ұстанып келеді. Ол қандай десеңіз, 2 жасты әке шешесі өзі үйлендіреді. Мысалы, жаңа балаға айтады, үйлендірейін деп отқан әкесі. Пәленшенің пәленше қызы бар. Оның әке шешесі жақсы адамдар. Ол тегі жақсы. Соны барып көрсең, әрине ол бала егер барып ұнатса, сыртта үйленбейді. Әрине бала барып көреді. Сонда бұл жердің заңдылығын қараңыз. Бұл жердің ұстанымдығы кереметтілігін қарасаңыздар, әкесі барған кезде әкесі сол қыздың әке шешесін қарайды. Қай жерден шықты? Тегінің бәрін қарайды да, пәленшенің үйіне, пәленше ол керемет адам, оның әкесі керемет, олардың тектері жақсы. Олардың қызын алсаң қор болмайсың деген сияқты олардың айтқанын үйленеді. Бала қыз бір-бірімен кездесіп, ұнатып атса, отау құрады ары қарай. Көрдіңіз ба? Осылай үйленгенге жетпейді. Міне бізде Сарыағашта сол әлі сақталған, көбінесе ата-аналары балаларын солай үйлендіріп атады. Мен таңқалам, 99% ол жақта ажырасу жоқ. 99%. Сонда осы нәрсені ұстанған адам, осы қазақи дәстүрге қайтып оралған адам, мен ойлаймын, бұл отбасының беріктігі қайтадан сақталады деп. Жақсы. Енді ер азамат болғаннан кейін, жігіт болғаннан кейін достарымыз көп болады. Әр буынның, әр уақыттың өзінің достары болады дейміз ғой. Уақыт өте келе достың саны азаяды. Ендігі қазіргі уақытта адам кейін қатая келе, қанша 100 досын, 150 дос болсын, ішінен бір өзіне ең жақын бір дос, 2 дос қана қалады. Жалпы дос деген ұғымды туралы айтып өтсеңіз, дос деген қандай болу керек қазіргі таңда? Дос керемет, осы тақырыпта бүгін ғана бір керемет сұхбатты тыңдадым. Дос деген нәрсе бар, және де жолдас деген нәрсе бар. Жолдас деген енді класстас болуы мүмкін, группалас болуы мүмкін, бір танысқан болуы мүмкін деген сияқты. Ол жолдас, оған сырыңды айтамайсың, оған жаңағыдай көп ішіндегі көп сырларыңды жеткізе алмайсың деген. Ол жолдас, ол кезіп кете бересің. Анда-санда бір жиында кездесесің, жолдастар көп. Ал дос деген, ол дос нағыз бір-біріне жан ашыр. Сен бүгін ғана тыңдадым, сен оның кейбір заттарын өзіңкіндей көретін. Ол саған түнде тұрып, сенде үлкен проблема дейді ғой, сондай бір нәрсе болып қалатын болса, сен үшін тұрып дұға жасайтын. Сен үшін түнде тұрып тілектер тілейтін ақыреттік дос. Көрдіңіз бе? Тағдыры бір болған ақыретте, ертең жәннатта бірге боламыз деген ақыреттік достар. Міне осы нағыз дос деп осыны айта аламыз. Қай кезеңде болмасын, адам сондай достар болады. Ол білесіз, сол дос сізге отказ бермейді. Кейбір кеп қалған мәселелер бірдеңе керек болып қалады, бірдеңе ақыл сұрау керек болады, көмек керек болып қалады. Мен ана досыма арқа сүйейін, соған звондаса, хабарласатын болса, ол тіпті отказ бермейді. Сондай дос, ақыреттік достар болады. Сондықтан досты екіге бөлеміз, жолдас және нағыз дос. Ләж болса, осындай ақыреттік достарды көбейту керек. Әлбетте ол жолдас көп, бірақ дос, нағыз дос ол көп болмайды. Әрқашанда ол заңдылық. Сондықтан Аллаға шүкір, менде жолдастар көп, бірақ достар да жетерлік десем болады. Бір-бірімізге жанымыз ашитын, бір-бірімізді қуаттап тұратын сөзбен, іспен, әрине бір басқа бір қиыншылық келіп қалатын болса, әрқашанда бір-бірімізде көмекті аямайтын, сондай достармен көп дос болу керек. Жақсы, біз енді сұхбатымыздың барысында отбасылық құндылық дейміз, дос туралы жақсы ой пікіріңізді айтып отырсыз. Енді жігіттер тобы, сол жігіттер тобымен кезінде, студент кезінде ән тыңдап, қазір сол ән тыңдап өскен жігіттер, біреу қыздар болса, бір үйдің бір анасы, біреу бір үйдің әкесі болып отыр. Енді сіздердің үлкен тарихи терең үлкен топсыздар, көптеген қызықты оқиғаларыңыз болды, көптеген сұхбаттарда оны айтып жүрдіңіздер. Әрине оның барлығы көптеген қызықты, көптеген сіздер гастроль сапарда жүресіздер, той жиында. Енді тағы біз білмейтін, көрермен білмейтін, біз естімеген бір. Соны мен қазір есіме түспейді. Маған үнемі өзіңіз сияқты журналистер сұрақ қойған кезде сол қызықты оқиғадан бастайды. Бірақ оны қазір еске түсіремаймын. Біз енді қанша жыл болды? 18 жыл болды. Әрине қызығы мен шыжығы бірге жүреді ғой. Қызықты оқиғалар өте көп, бірақ қазір оны еске түсіріп айтып бере салу қиындау болып тұр. Енді сізді біз керек деп жаңа айттым, әлеуметтік желіге шығардық. Сіздің дауысыңыз ерекше.
өте Алланың берген сізге деген аманат деуге болады. Сол үлкен байқауларға қатысу ойда жоқ па болашақта? Болмаса ұсыныстар түскен жоқ па сізге? Жоқ, байқауларға қатысу мүлдем ойымда жоқ. Қазіргі әрине біраз әндерім бар, соны шет тілге аудару, түрік тілдеріне және де ағылшын тілдеріне. Соған бір қол орамы дейді ғой, қол орамы келмей жатыр қазір. Бірақ болашақта тәрбие мағынасы бар, бүкіл әлемге жақсы ой қалдыратын, ата-ананы құрметтейтін, тіпті пайғамбарға дегенде сағындым дегенде ән бар. Соларды мен ағылшын тілге және де түрік тілге аударып, бүкіл әлемге таратсам деген ниет болып жатыр. Жақсы, енді Айдар үшін дәл осы қазіргі заманның батыры кім сіз үшін? Мен үшін қазіргі заманның батыры ол аналар ғой. Оларды қарасаңыздар, енді баланың қадірін ата-ана болғанда білесің дейді, ата-ана болғанда. Қазір қарасаңыздар, мен кейбір кезде өзімнің 3 қызым бар, соларды 1-2 сағатқа қарап қаламын үйде. Әйелім бір жұмысқа келді. Сонда жалпы енді тіпті зорға шыдаймын. Олардың айқайы бар, және де тамағы бар, және де бүлдіріп қоятын дәретке шығамын дейді. Кішкентай қыздар ғой енді. Сонда 2 сағаттың ішінде мен қатты абыржып кеткенде мен ойлаймын, мынау әйелдер қалай шыдайды екен, аналар қалай шыдайды екен деп. Соны көрген кезде ол кісілер енді ойлаңыздар, үйінің жұмысы бар, бала шағасының жұмысы, оның киімдері, оның тамағы, өзінің жұмысы. Сол мен қазір таң қаламын, сол қалай үлгеріп, қалай жүйкелері шыдап, біздің аналарымыз қалай болды. Кезінде свет болды ғой, бірақ мынау ыстық су болған жоқ. Сондай дәретхананың өзі сыртта болды, қыста отын жағамыз үйде. Сонда аналарымыз бәріне үлгеріп, бәріміздің көңілімізді тауып, тамағымызды беріп, мәпелеп өсірді. Мен ойлаймын, сол қазіргі заманы және қай ғасырдың заманы болса да, ол батырлар аналар. Жақсы, рахмет. Енді мынау сұхбат барысында осындай өзекті мәселелерді қозғап отырмыз. Сізге Айдар мырза осы керемет мүмкіндік берсе, қазіргі таңда білесіз, көптеген қалалардың атын ауыстырады, көшелердің атын ауыстырады. Қолыңызда сондай бір мүмкіндік болса, қай тұлғаның, қай батырдың, қай аңыздың атауын бір көшеге, бір қала атауын берер едіңіз? Или ұсынар едіңіз, ұсыныс ретінде? Енді бізде әлі толық аты ауыстырылмаған облыстарда бар ғой, қалалар. Оның бірі Петропавл болсын. Мен енді өзім мынау Кенесарының батырлығына таң қаламын. Қандай қиын қыстау кезінде өмір сүрген адам, қанша өмірі жаугершілікпен өткен адам. Өмірінің ақырында, тағдырда қиын болды, білесіздер. Өзінің енді басын шапты деген сияқты. Сондай, мен сол кісіне Кенесарыдай тұлғаға бір қаланың атын берсе де аздық етеді деремін. Және де Алаш ордалықтарына Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш ордалықтарын Әлихан деп те бір сол кісінің де атын тағы бір қалаға берсе керемет болар еді деп есептеймін. Жақсы, енді сіз Инстаграм парақшаңызда бір қазақтың, осы өзіміздің қазақтың тойы туралы пікіріңізді жақсы айтқансыз, шығарғансыз. Енді той кезінде той көп болды, ойбай той көп болып кетті деп, онан кейін тойға қазір тіпті той істесек айыппұл салады деп айттыңыз енді. Расымен де сондай болып жатыр ғой қазір. Тіпті мейрамхананың артынан келеді, мысалы черный ход дейміз ғой. Жалпы той туралы пікіріңізді айтсаңыз, енді кейбір ағалар айтады, 5 жыл тойға мораторий, енді қайткенмен қызын ұзату керек, келініне бет ашып түсіру керек, ол үйленген кезде. Біз енді шатастырып алдық қой енді тойды. Біздің халықтың да кінәсі бар. Тойды негізі шамасы келген адам істеу керек. Бізде шамасы келетінде үлкен той жасайды, шамасы келмейтінде келмесе де үлкен той жасайды. Әркім шамасына орай жасау керек та тойды. Шамаң 50 адамға келе ма, 50 адам шақырып жасау керек. Бізде оңтүстікте осы нәрсе адамдардың арасында қатты бір той жасау бәсекеге айналысып кеткен, жарыс болып кеткен. Түсіндіңіз ба? 500 адамға жасайды, ең қымбат тойханада Бәленбай деген өнер адамын алдыру керек. Ол ананың тойында болды деген сияқты бір-бірімен бәсекеге түсіп жарысып кетеді. Сонда өздері ақшалары жетпей, араға кредитпен толықтырып жатады.
міне осындай той оларға дұрыс емес. Олар өмір бойы сол кредитін төлеумен өтеді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан әркім шамасына келей, шамасына қарай жасайтын болса, әлбетте ол той жасау керек. Мысалы, қызың бойжетіп келе жатыр, балаңды үйлендіру керек. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, балаңды үйленген кезде бір қой сойып болса да той жаса деген, адамдарды шақырып. Сондықтан ол қазақтың қанына сіңіп кеткен, ол салт дәстүр болып кеткен да той жасау. Ұлын үйлендіру. Ол біз қазақ болса, ол жүре беретін нәрсе да. Бірақ сол шарттарын дұрыс қарау керек. Енді сіздің айтқан ойыңыз пікірді түсіндім. Көрпені қарап көсіл деп отырсыз ғой енді. Әркім шамасына қарап 500 емес, өзіне бір шамасы жететіндей 100 адам шақырып, 200 адам шақырып, бір орташа әдемі той жасауға болады. Той деген ол 2 сағатта өтіп кететін нәрсе. 2 сағатта өтеді де кетеді. Сондықтан бұл жерде ең бастысы адамдарды шақырып сен үйленгеніңді немесе балаңды үйлендіргеніңді жариялау деген. Неке деген сол сөз. Жария, міне менің балам үйленді, міне қызым түсірдім, немесе қызым ұзатып жатырмын деген сияқты адамдарға жария. Бұл жерде мақтану емес та. Бізде керісінше ол мақтануға айналып кетті. Адамдардың санымен, тойхананың қымбаттылығымен, сол шақыратын өнер адамдарымен. Сондықтан осы шарттарды орындайтын болса, ол өз орнына түседі деп ойлаймын. Жақсы. Енді тойда қалдық та, осы тағы бір той туралы сұрақ. Өзіңізде тойда ән айтасыз. Тойда қаракөз қандастарымызды ұзату тойын жасайсыз, яғни ұзатасыз қыздарды. Ол сол туралы көптеген пікірлер айтылды. Көрермендердің ойы екіге бөлінді. Біреулер айтуға келеді, ол баланы ұзатқан дұрыс деп. Кейбіреулер айтты, енді ер азаматтың қызын ұзатқан дұрыс емес деп енді. Бұл жерде қыз ұзату деп алмаймыз. Бұл жерде жеңгелері ұзатады. Мен ән айтып тұрамын. Осыны көрермендер түсінбей қалғанда дұрыс. Бұл жерде сіздер менің видеомды қарайтын болсаңыздар, бұл жерде мен қарындасқа тілек деген әнді айтам. Ол қарындасқа тілек дегеннің ішінде бүкіл дұға, тілектер, қарындасқа деген ақыл кеңес бар. Мен соны өзім шетте айтып тұрамын, екі жеңгесі қолтықтап шығарып салады. Түсіңіз ба? Бұл біздің оңтүстікте әлі күнге дейін бар. Мысалы, қызды жаңағы ақ матасымен жүріп келген кезде ағасы көтереді да, жаңағы сыртқа дейін шығарады. Көтеріп шығарсын, қасында қолтықтап шығарсын, бәрі ақыл кеңесін айтып шығарып салады. Дұға тілегін айтып көрдіңіз ба? Сондықтан бұл бізде бар нәрсе. Және де бізде көптеген әндердің еркек адам айтылатын әндер ғана бар. Сіздер маған айтыңыздаршы, бір қыз айтылатын ұзату әні бар ма? Кезінде қалған. Егер бар деп, міне қыз айтатын ән бар, мынаны кезінде біз ата бабаларымыз қыз айтқан ұзатылып бартқан деген ән болса көрсетіңіздер. Ондай ән мүлдем жоқ. Керісінше ұлдар айтатын әндер бар. Жақсы, енді қарын ашыған жұмыртқадай аппақ көргің, өзіңдей қарындастау қайтын табам деген әндер бар. Одан кейін қарындасым, қарлығашым, барған жерде бағыңдашсын деген әндер бар. Бұл ескі әндер. Түсіңіз ба? Ал керісінше қыздар айтатын әндер жоқ. Жақсы, рахмет. Енді сіз бір сұхбатыңызда айттыңыз, жалпы ер азамат жігіт 30 жасқа дейін көптеген қателіктер жасайды. Оны 40-қа дейін сол қателіктерді түзейді. Өзіңіз қаншалық көп қателік жасадыңыз 30-ға дейін? Көптеген қателік жасадық қой енді. Алла кешірсін дейміз. Және де Құранда аят бар ғой. Хулиқал инсана даифан деген. Адам әлсіз жаратылған. Адам әлсіз жаратылған, ол күнә жасай береді. Бірақ күнә жасағандардың ең жақсысы тәубе еткендер, күнәсінен кешірім сұрағандар. Енді біз өмір сүрсек қателікке бой алдыра береміз. Ол заңдылық. Ол сізде де менде де бар. Кейбір күнәні әдейі жасап қоямыз. Кейбір қателіктерді білмей жасап қоямыз. Түсіңіз ба? Енді сол білмей адамдардың абзалы сол қателіктер үшін кешірім сұрау. 30-ға дейін талай қателіктер жасадық. 30-дан асқанда да қателіктер жасап жатырмыз. Бірақ тырысып жатырмыз қолымыздан келгенше қателік жасамауға. Жасап қойған қателігіміз болса кешірім сұрауға. Енді қайтып сол қателіктерге бармауға. Жақсы, енді Айдар мырза, өзіңізге көп рахмет. Осылай бауырыңыздың бетін қақпай сұхбатқа келіскеніңізге мың алғыс. Енді өзіңізге, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, шығармашылық табыс тілейміз. Енді мынау біздің көзқарақты көрермендерге деген, қазақ жұртына деген бір ауыз тілегіңіз болса. Өскемен қаласына
арнайы келіп сұхбат беріп жатырмыз. Қазақтың қай жері болмаса да бәріміздің ортақ жеріміз. Өскемен менің жерім, қазақтың жері. Сондықтан Өскемен халқына алғысым шексіз. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Аллах тағала барлығыңызға береке берсін. Кеше келіп Өскеменге кіргенімізде мынау жасылларды көріп, көктерде шыққан, мына талдардың жасылдығын, шөптің көптігін көріп қатты қуандық. Бұл жақтың қаракөз қазақтарымыз жақсы тұрып жатыр екен ғой, мынау мал жайымдары берекелі екен ғой деп қатты қуанып қалдық. Мына біздің оңтүстікті алатын болсаңыздар, биыл құрғақшылық, шөп онша шыққан жоқ, енді тағдыр ғой. Сондықтан сіздерде сол шөптің көптігіне, мына талдардың көптігіне, жауын шашынның берекелі болғанда қатты қуаныштымыз. Аман болыңыздар, жолыққанша. Жақсы. Құрметті көрермендер, біздің сұхбатымыз аяқталды. Және де өз ойларыңызды, пікірлеріңізді міндетті түрде төменге жаза кетіңіздер. Осы сұхбатты барлық өздерінің достарыңызға таратыңыздар. Каналға жазыламыз. Және де құрметті көрермендер, әрбір көрерменнің пікірі біз үшін маңызды. Келесі сұхбатқа қай әншіні, болмаса қай азаматты қонаққа шақырайық, оны да жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ерлан Қабатай YouTube арнасы. Каналға жазыламыз.